Осыдан 10 жыл бұрын Кардашьян отбасы туралы шоу шыққанда мен алғашқы хейтер болған шығармын. Өйткені осындай бет алды сөйлейтін, драма жақсы көретін, бір-бірімен ұрсатын әйелдер кімге қызық деп достарыма сұрақ қойғанмын. Енді уақыт өте келе қазір осы Кардашьян мүшелері бәрі мультимиллионер, мультимиллиардерға айналып шықты. Олар әр мүмкіндікті, тіпті жаман пиарды өз пайдасына айналдырды. Өте таңғаларлық нәрсе мен үшін. Ең сүйікті кейіпкерім Хайли Дженнер емес, Ким Кардашьян емес, ол олардың анасы Крис Дженнер. Ол нағыз ағылшынша Dark Horse дейді ғой, жасырымды күш. Олардың мансаптарына жеткізуіне үлкен ықпал етті. Мені таңғалдырған нәрсе ол сол Крис Дженнердің шексіз шартсыз махаббаты балалары үшін. Енді шындықты айтсақ, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер қандай баласы болса да қатты аса дарынды деп айта алмаймыз ғой. Не математика есеп шығарған жерде, не ән шырқа алмайды. Бірақ Крис Дженнер балаларына әрдайым сенім артқан. Сен кереметсің, сен күштісің, сен қандай болса да жетістіктерге жетесің деп. Оның үстіне оның балалары бір қайырымсыз мінезді білдіретін болды.